Музей қонақтары, қазақ елі қай уақытта да ұлы оқиғаны ұмытпаған, ұлы тұлғаларын ұлықтаған. Тұлғалық сипаты қым-қуыт заманда қалыптасып, қалың қазаққа жанашыр бола білген саясат саңлағы жерлесіміз Кешірімхан Бозтайұлы Бозтаевтың туғанына 90 жыл толуына орай Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің қара шаңырағының ішінде мінекей өткізіліп отырған дара тұлға еске алу кешіне қош келдіңіздер дейміз. Кешірім Бозтаев 1933 жылы 25 шілдеде бұрынғы Семей облысы Айкөз ауданы Ақшатау ауылында дүниеге келген. Найман тайпасының Қаракерей руының Сыбан бөлімінен шыққан. Кешірім Бозтаев Шығыс Қазақстан және Семей облыстары өнеркәсібінің дамуына зор үлес қосты. 1989 жылы 20 ақпанда СОКП орталық комитетінің бас хатшысы Горбачевтың атына шифр программа жолдап, Семей сынақ полигонының ядролық сынақтардың тоқтатылуын талап еткен тұңғыш азамат. КСРО әскери өнеркәсіптік кешенінің қарсыласына қарамастан полигонды жабу жолында 1991 жылға дейін үздіксіз күрес жүргізді. Өзі Қазақстан Компартиясы Семей обкомының бірінші хатшысы болып отырып, 80 жылдардың соңында құрылған Семей-Невада қозғалысына қолдау көрсетті. КСРО қорғаныс министрлігінен ядролық сынақтардың радиациялы салдарын туралы материалдарды жариялауын және бұл ақпаратты Қазақстанға беруін, Семей полигонының маңайында орналасқан елді мекендерге қаржылық көмек көрсетілуін, тұрғындардың әлеуметтік-экономикалық жағдайының жақсартылуын, сондай-ақ өңірдегі радиоэкологиялық жағдай мен тұрғындардың денсаулығын тексеретін комиссияның құрылуын талап етті. Аға жайлы айту біз үшін үлкен құрмет деп білемін. Өйткені осы облысқа, о кезде Семей облысы деп аталатын, бұл осы облысқа жасаған еңбегі атап айрықша айтуға тұратын нәрсе деп білеміз. Өйткені талай өзіме қызметтес болған, өзінің қызметінің жемісін көрген адамдар ойлап отырған шығар. Шынында да Кешірім ағаның осы өңірге сіңірген еңбегін айтпай кету ол мүмкін емес нәрсе. Бұл кісі сол Өскеменде қызмет істеп жүрген жерінен өсіп Семей облысының бірінші хатшысы болып, облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы болып келген күннен бастап халықпен бірге араласып, өзінің алға қойған мақсатын орындаған адам деп ойлаймын. Өйткені бұл кісі қай салада болмасын, ауыл шаруашылығы болсын, өнеркәсіп болсын, мәдениет саласы болсын, соның бәрінің дәрежесін тең ұстап, соның бәріне де еңбек етті деген келеді. Бірақ әсіресе менің бөліп айтқым келгені, бұл кісінің мынау Семей халқының полигоннан көрген қасіретін жоюдағы еңбегі ешкіммен де салыстыруға келмейтін, бөліп айтатын дүние деп есептеймін. Өйткені мынау партияның дәуірі дүрілдеп тұрған кезде соның саяси бюроның бірінші бас хатшысы Горбачевтың атына хат жазып, облыстың атынан, облыстық партия комитетінің атынан осы хаттың және жеміс беріп, сол полигонның жабылуына тікелей осы кісінің жеке басының сіңірген еңбегі ерекше деп білуіміз керек. Кешірім Бозтаев 3 мәрте еңбек қызыл ту ордендерімен, медальдарымен марапатталған. Құрмет грамоталарымен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері 1997 жылы ұлттық қауіпсіздік мәселелерін зерттеу академиясы, Мәскеу, толық академия мүшесі, экология халықтық академиясының академигі, Семей қаласы мемлекеттік медицина академиясының құрметті профессоры, Семей қаласының құрметті азаматы. Еркеназ Айтқожа, Әлбек Қауысбек, Варлан Исаков, телеарнасы.